Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін бізде әдебиеттік оқу пәні бойынша 3-ші сыныптың 69-шы сабағы. Сабағымыздың тақырыбы күй атасы. Сабағымызды бастайық. Бірінші тапсырма күй өнері тақырыбына 5 сөз ойластырыңдар. Мағыналарын түсіндіріңдер. Домбыра, қазақтың ұлттық аспабы, күй, жанр, жыр, поэма. 5 сөз ойластырдық. Келесі тапсырма екінші мәтінді түсініп оқы. Құрманғазы ақмаңдай қыз құрбыларымен бірге өзен бойлап жидек теріп қайтқан. Түр алдында бұрын көрмеген бейтаныс қонақ отыр екен. Егде тартқан ата-ананың жалғыз қызы ақмаңдай ешкімге артық көз тоқтатып қарамайтын ер мінезді ерке бойы жеткен болатын. Сол әдетімен үйдегілерге мойын бұрып қарамастан үкілі сары домбырасына қол созған. Домбыраны алып жүк аяқтың алдындағы көрпешеге жайланып отырды. Алғашқы 1-2 қағыстан-ақ құлағы теріс бұралып қалғанын байқады. Ол қабағын шыта ата-анасына қарап, мынаның құлағына кім тиген деді. Олар не дерін білмегендей төр алдындағы қонаққа қарады. Қонақ үнсіз, қыз қимылын бағып қалған. Ерке қыз сөзін 2 қайталамады. Домбырасының құлағын өз бұрауына түсіріп алды да бір күйді тарта жөнелді. Бұл адай руының енді аты шыға бастаған өнерлі қызы ақмаңдай болса, тартып отырғаны адай атты күй еді. Қонақ қыз тартқан күйді қалт етпей тыңдады. Күй аяқталысымен саңқ еткен үнмен: «Қарағым, домбыраны бері берші, күйдің күйін кетірдің ғой» деді. Мұндай сөзді күтпеген ақмаңдай сасқанынан домбыраны бейтаныс қонаққа ұсына берді. Ата-анасы да аң-таң. Бұл өнерді ақмаңдаймен өнер жарыстырар күйші аз болатын. Оның үстіне жаңағыдай сөзді бұрын-соңды естімеген еді. Қонақтың домбыра тартысы тартқан күйі үйде отырған 3 тыңдаушысын сиқырлап тастағандай. Мына қонақтың тегін адам еместігі, ерекше жаратылысы, ерен өнері еріксіз мойындатқызып бас игізген жайы бар. Күй аяқталғаннан кейін үй іші демін іштен алып бір сәт үнсіз отырып қалды. Сәлден соң үй иесі қарт: «Шырағым, домбыра тартысыңнан байқап отырмын. Қызылқұрт руынан шыққан Құрманғазы деген күй құдіреті бар деуші еді. Сен сірә сол боларсың» деді. Күйшінің саусақтарына қарап қалған қыз енді оның жүзіне қарады. Қонақ еңселі ер тұлғалы, жүзі келісті келбетті кісі екен. «Болсақ болармыз» деді қонақ сәл күлімсіреп. Бұл теңдесі жоқ тума талант, біртуар тұлға қазақ халқының ұлы композиторы Құрманғазы Сағырбайұлы еді. Сонда тартқан күйі серпер екен. Ахмет Жұбанов. Келесі мәтіннің автор туралы деректі түсініп ал. Ахмет Жұбанов 1906 жылы дүниеге келіп, 1968 жылы дүниеден өткен. Ақтөбе облысы Темір ауданында дүниеге келген. Ол композитор, қазақ музыкасын зерттеуші, көрнекті ғалым, дирижер. Құрманғазы атындағы ұлттық аспаптар оркестрін құрған. Абай операсын жазған авторлардың бірі. Келесі 4 мәтінге сүйеніп 2 ұғымның арасындағы байланысты анықта. Құрманғазы күй құдіреті. Халқымыз үшін күй мен Құрманғазы есімі бір-бірімен астасып кеткен ұғым. Құрманғазы әлемге құдіретті өнерін паш еткен дарынды тұлға. 5-ші тапсырма берілген суретте мәтіндегі қандай оқиға бейнеленген? Әңгімеле. Суретте ақмадайдың адай күйін тартып отырған сәті және бейтаныс қонақтың төр алдында отырған сәті бейнеленген. 6-ші тапсырма қазіргі күйшілерден кімдерді атай аласың деген сұраққа жауап бер. Күйшілерден Сәкен Тұрысбеков, Асылбек Еңсепов, Мұрагер Сауранбаев, Жасарал Еңсепов және тағы да басқа. 7-ші тапсырма топ алдында сөйлеуге дайындал. Пікір. Күй тарту қазақ халқының ұлттық өнері. 2-шісі дәлел. Қазақ халқының рухани дүниесінде күй өнерінің алатын орны ерекше. Ол біздің рухани болмысымыздың, дүниетанымымыздың тұғыры, биік асыл мұрасы. Музыка мәдениетінің ішіндегі күй өнері ертеден келе жатқан және кең тараған өнер түрі. Күй қазақ халқының тіршілік еткен кезеңдерінде қалыптасқан. 3-шісі мысал. Құрманғазы атамыздың күйлерінде қазақ халқы өткерген сұрапыл тарих
беттері мен өзінің жеке қасіреті, қазақ даласының болмысы, өмірі туралы ойлары көрініс тапты. Қазіргі кезде бұрынғы күйшілеріміздің ізін жалғап келе жатқан күйшілеріміз жетерлік. 4. Қорытынды. Халқымыздың күй өнері өзіндік болмыс бітімі мен саздық сипаты, көркем образдылығы, философиялық ой тереңдігі, халықтың талғамы мен танымының ерекшелігін көрсетеді. Атадан балаға қаймағы бұзылмай жеткен бір өнердің шыңы домбыра күйлері. Осымен тапсырмалар бітті, сабақ аяқталды. Сау болыңдар. Соңына дейін көргендеріңе рахмет.